саламатсызбы? Апай, сізге қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбегіңіз үшін ұрпақ тәрбиелеуде көрсеткен өрелі жұмыстарыңыз үшін 6 мектеп атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Және де бүгінгі халықаралық әйелдер күні 8 наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Сізге отбасыңызға амандық, береке, деніңізге саулық тілейміз. Мерейіңіз үстем болсын. Ой, рахмет. Көргенімізге өте қуаныштымыз, апай. Сізден кішігірім сұхбат алсақ деп едік. Бүгін сіздің осы неше жыл қызметте болдыңыз осы салада? Мен осы ұстаздық жолымда 1992 жылы бастадым. Қазіргі оқушыларым болды үлкен азамат болып өсті. Оқушыларыма келсек, көп оқушыларым, менің оқытқан оқушыларым қазір мектепте мұғалім болып жұмыс жасап, менің жұмысымды жалғастырып келеді. Мысалы, Нұха Жамбыл, оғанда да сабақ бердім, Сойынова Ақкөлде сабақ бердім, Өзіністауында сабақ бердім. Айта берсең, осы оқушыларым көп, шәкірттерім өте қуаныштымын. Менің жолымды қуып оқушыларым келіп жұмысты жалғасып келеді. Осындай салада жүргеніңізге біраз болыпты. Сол кезде сіздің ең үлкен жеткен жетістіктеріңіз бар шығар, сол туралы айта кетсеңіз. Ең үлкен деп айтарлықтай есімде жоқ, бірақ барлық сайыстарға қатысып, мектепте қандай сайыс бар, жылына ашық сабақ беріп, мектептің ішінде барлық іс-шараларға қатысып, 10 күндік ол кезде апталық болатын, солардың барлығына қатысып, оқушыларымды қатыстырып, балаларға тәрбие беріп, білім беріп, жұмысымды жасадым. Жас мамандарға тілейтінім зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымыз қайрат. Еңбектене беріңдер, еш шаршамаңдар. Не болса да, қандай жұмыс болса да тайсалмай, барлық жұмысқа білекті сыбанып шығып, жұмысты жақсы жасасаңдар, білем деп, үйренем деп жүрсеңдер, оқушыларымды жақсы нәтиже шығарам, оқушыларымды білімді қылуына атсалысыңдар. Сол менің тілегім. Көп рахмет. Сіздің отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті ұжымдастар, 6 орта мектептің ұжымы, ұстаздар, өте ризамын сендерге, рахмет. Мың алғысым шексіз. Мені еске түсіріп келіп жатырсыңдар, өте ризамын, рахмет. Баршаңызға денсаулық тілеймін, отбасыңа бақыт, береке, бірлік тілеймін. Жұмыстарыңда табыстар, оқушыларыңыз биік белестерден көріне берсін. Рахмет, сау болыңдар.